Сәлеметсіздер ме оқушылар? Саламатсыздар. Жақсы, отырамыз. Бүгінгі сұрағымызды психологиялық ахуалды қалыптастыруын бастайық. Бірінші, мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Солай деп отырып, бір-бірімізге жаңағы тілек білдірейік сұрақ басталады. Ортаға шығып, барымыз бір-бірімізге тілек білдірейік. Жақсы, кім бастайды? Сендегі осы ашық сағаттар сәттіліктер. Дарина? Жасұлан? Бүгін ашық сағаттар бәріне сәттіліктер, өте жақсы көрсетіш көрсетілді. Бүгінгі сабаққа өте қарқынды қатысыңдар. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысыңдар. Бүгінгі сабаққа бесіне қатысыңдар. Ансаны? Бүгінгі сабақта өте көрсетілдірсіңдер. Жасы мистер бүгінгі сабақта өте белсенді, шақырап, жайнап, өз білімімізді көрсетуге тілектеспін. Отырыңыздар. Қазір сұрағымызды бейнероликтен бастайық. Meselelerinin algaçlı fiilinden orun aldı. Salabı Türk tarlalarının ruhani ömürü alban türü oldu. Tabiat güçlerinin adamı arvahına tavrına negizli geçirdi. Tanrıçılık, Zoroastrizm, Buddizm, Müslümanlık, және Maniheylik sevgidir. İslam'da yeni kezemin medeniyeti her türlü ruhani algıların arabasıyla erişebilir. Alayda sevgilerin negizini koyun Türklük, tanrıçılık koyun. Osman байланысты. Onu da İslam жеңіл алды. Өйткені исламдағы көп нәрсе көшпенділердің Құдай тәңірге байланысты үйреншіксіз өттеріне сай болды. Исламның қазақ даласында тарауы ислам дінін өзінше түсіндірумен ерекшеленетін сотылардың миссионерлік әрекетіне байланысты болды. Әртүрлі мәдениеттердің көшпенділер мен ислам мәдениеттерінің өзара кірігуі бейбіт түрде жүзеге асты. Ислам күшіне негізілген қазақтар оны өз еркімен қабылдады. және ислам дамуының орта жолы болып ханафи мазхабы таңдалды. Сүнниттердің төрт мектебінің бірі ханафи мазхабы қазақ даласының ең қолайлы болды. Өйткені ол фанатизмге жол бермейді. Исламдағы ұстамдық бағыттардың бірі бұл исламда. Көне сенімдер мен салт дәстүр төзімділігі, икемділігі, өзге діндермен бірге қатар өмір сүру осының барлығы қазақтың ділі мен дәстүріне сәйкес келді. Бүгінгі таңда Қазақстанда исламның да басқа діни конфессиялар бейбіт өмір сүруде. Ислам дінінен кейін саны жағынан екінші орындағы діни конфессия православдық христианизм. Оны ұстанушылардың саны 5 миллионға жуық. Қазақстанда әртүрлі конфессиялардың діни мерекелері біздің қазақстандықтардың ортақ мерекесі іспеттес. Біз Пасха кезінде нан өнімдері дүкендерінде күріштердің сатылып жатқанын көреміз. Құрбан айт кезінде де мұқтаж жандарға мал етін таратылатынын білеміз. Бұндай мәдениеттердің өзара кіріп орын алуы тамаша көрініс. Сонымен қатар біз көршіміздің таңдауын құрметтеп бағалай білсек, ал көршіміз біздің таңдауымызды құрметтеуі бұл үлкен мағыналық. Осындай мысалдарды көп келтіру. Жақсы, оқушылар. Жаңа бейнетаспадан қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақ тақырыбы не туралы болуы мүмкін? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дін және оның қандай басқа да қандай ағымдар бар екенін білу. Яғни Қазақстандағы, иә?
Жақсы. Құқық пәнді естіген болса, бүгінгі тақырып бізде зайырлы дін болады. Зайырлы дін туралы қандай баптар, тармақтар бар еді? Дарина, білесіз бе ондай? Бірінші бап, бірінші тармақ Қазақстан Республикасының өзін зайырлы зайырлылық орны бар, иә? Әр Қазақстан мемлекеті зайырлы мемлекет болып табылады. Яғни дін мемлекеттің ісіне араласпайды деген бірінші бабының бірінші тармағында көрсетілген еді. Жақсы, отырыңыздар. Қазіргі кезде Қазақстан мемлекетінде қандай қоғамда діни мәселелер бар? Қазақстанда емес, әлемдік мысалы. Аңсаған қандай діни мәселелер бар? Әлемдік мысалы. Мысалы, Үндістанда Кашмир мәселесі. Кашмир мәселесі, иә? Кімдердің арасында? Пәкістан, Үндістанда. Иә, біреуі жаңағы бізде қай дін санады? Буддизм, ал Пәкістан болса ислам діні санады, иә? Сосын жақсы отырып. Бізде жаңағы зайырлы не басым мақсаты, зайырлы ол қандай дін ұстасанда ұқсат және дін мемлекеттің ісіне араласпайды. Біздің мемлекетте қанша ұлт өкілдері бар? Мендегі қанша ұлт өкілдері? 130 ұлт өкілдері бар. 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Сондықтан бізде ең басты ол жаңағы діни нені қалыптастыру болып қалады. Бейбітшілікті қалыптастыру. Жақсы, бүгінгі сабағымыз тақырыбы тақырыбы жас қойыңыздар. Діннің қазіргі Қазақстан қоғамдағы рөлі. Мақсатымыз дәстүрлі және дискурсивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдау, Қазақстан халқы ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау. Тақырыпта жолыңыз. Жақсы, жас болсаңыздар, топқа бөлінейік. Әрбір оқушы бір қағазын қалаңыздар. Жақсы. Сіздер. Бірінші топ. Кімдер бірінші топ шықты? Менде. Бірінші топ. Жақсы, бірінші топ. Мына жақта тұрады, екінші топ. Менде екінші топ шықты. Екінші топ. Мына жақта қаласыздар, иә? Сіздер екінші топқа бардыңыздар? Екінші топ болсын. Жақсы. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс, яғни Қазақстан қоғамында зайырлы мемлекет және діни сенім бостандығы ұғымдары қалай үлесін табуда. Сол бүгінгі тақырыпты осы бойынша топтық жұмыс жасайды. Ең бірінші кезекте бұл туралы видео ролик қарайық. Биыл 14-15 қыркүйекте әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі өткізіледі. Съезге әлемнің 50 елінен 100-ден аса делегация келді. Қазақстандық көшбасшыларының съезін өткізу арқылы әлемге өркениетаралық диалогтың бірліктің моделі ретінде қалыптасты. Съез тарихына тоқталып өтсем, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары
Жиынтығының бірінші съезі 2003 жылы 23-24 қыркүйекте Астанада өтті. Аталған съезге Азия, Африка, Таяу және Орта Шығыс, Америка, Канада, Еуропа елдерінен 18 делегация келді. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының екінші съезі 2006 жылы 12-13 қыркүйекте Астанада өткізілді. Екінші съезге дүниенің түкпір-түкпірінен 29 делегация қатысты. Жоғары деңгейдегі діни лидерлер мен қоғамдық қайраткерлер қатысып, әлемдік масс-медианың шоғыры көп болды. Еуропа, Азия, Таяу Шығыс және Американың 35 елінен 77 делегация қатысқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі 2009 жылы 1-2 шілдеде Астана қаласында өтті. Ал әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының төртінші съезі 2012 жылғы 30-31 мамырда Астана қаласында өтті. Төртінші съездің басты тақырыбы бейбітшілік пен келісім адамзат таңдауы ретінде деп аталды. Әлемнің 40-тан астам елінен 90-ға жуық делегация келді. 2015 жылдың 10-11 маусымында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 5-ші съезі өтті. Бұл шараға 42 мемлекеттен 80-нен астам делегация келіп, Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун, Иордания королі 2-ші Абдалла, Финляндия президенті Саули Нинистеге қатысты. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезі 10-11 қазанда Астана қаласында өтті. Съез жұмысына әлемнің 42 елінен 80-нен астам делегация қатысты. Аталған съез діни ғана емес, әлемдік деңгейдегі шешілмей жатқан түйткілді мәселелерді де талқылайтын бірегей алаңға айналып үлгерді. Так, зерттеу сұрағы. Қазақстан қоғамдық зайырлы мемлекет және діни сенім бостандығы ұғымдары қалай үйлесім табады? Яғни видеороликтен көріп отырсаңыздар, Қазақстан мемлекеті не көптеген және конфессиялар өтті. Олардың ең басты мақсаттары бар. Сол бойынша дискрипторға назар аударайық. Бірінші кезеңін жазамыз. Екінші бұл зайырлы мемлекетке және діни сенім бостандығы ұғымдары қалай үйлесім табуда мақсаты діни сенім бостандығы туралы және нәтижесі тарихи маңызы қандай болды? Осыны қазір топтық жұмыста орындаймыз. Бастай беріңіз.
Қазақстанда болып жатқан оқиғаны айтып кетсеңіздер болады. Brilliant. Yürüyüş top oldu. Biz oldu mu? Oldunuz. Gelsin. Kim masaya taşı? Ne olsun? Konuşacağız. Ne çalışırsa, duracağız. Aytalım da. Onu da tamam. Oturup, ansana bir basın. Біріншіден зайып мемлекет және денесіне бостандық білесіздер не екенін иә алып тастайтын денесіне жасы
бірінші кезең бізде. Мақсаты діни мемлекеттердің ісіне араласпайды. Бұл және зайырлы Қазақстан зайырлы мемлекет болып саналады. Зайырлы мемлекет болып саналады, иә? Неліктен Қазақстан Республикасы осы зайырлы мемлекет болып таңдады? Себебі бізде басқа діндерді елімізге ешқандай қарсылықсыз кіргізу. Иә, сол доллар дегенде біз айттық, иә, зайырлы мемлекет дін билікке араласпайды. Ол жеке қаржыстыру мемлекеттер. Жақсы, сосын Осының арқасында бейбітшіліктің нығайыпты. Осы съезд арқасында Көптеген ел өз бастарын қосып, бұл әлемдегі бейбітшілікті нығайтып, мәдениеттер мен өркениеттерді жақындастыруға әсер ететін маңызды шешімдерді қабылдайтын орын болып саналды. Бұл съездің ең басты мақсаттарының бірі ол бізде тек қана ол жаққа ірі басшылар немесе саясаткерлер ғана келмейді. Ол жаққа тіпті жай адамдар да келіп, немесе халық танушы саясаткер басшылар әртүрлі адамдар келіп қатысуға болады. жақсы, қазіргі кезде осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қабылдаған шешімі тарихи маңызы болды ма сонымен? Осы Тарихи маңызы болды. яғни қазіргі кезде бізде дінге бостандық бар ма? Дінге бостандық бар, иә, кез келген. Негізі 10 адам оған дінді қабылдаса, ол дінді рұқсат беріледі. Оған бірігіп, жаңағы оның бәрін алса дін ашу. Соның бұдағы ең тарихи маңыздардың бірі, тіпті Қазақстанда бұл съезд қатарынан 4 жылда қайталанды. Жақсы, отырыңыздар. Сіздер кім болсын? Дарина жасалды. Бірінші кезеңі Қазақстанда этностар мен діндердің арасында бірік қатынас үлесі қалыптасып, қоғамдағы тұрақтылық пен келісім ахуалының негізі болды. Келесі екінші мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясы біртұтас мемлекеттің стратегия аясында және қоғамды бастама негізінде өзара түсінікті қалыптастыру. Өте жақсы. Келесі Келесі үшінші нәтижесі этникалық және діни саладағы келісім біздің мемлекетіміздің құнды игілігі болып саналады. Құнды игілік болып саналады, иә? Және төртінші тарихи маңызы. Тарихта тұңғыш рет әртүрлі дін өкілдері елордада бас қосып, ортақ құжат қабылданды. Жақсы, осының арқасында бізде зайырлы мемлекет таңдаудан арқасында біздің мемлекетімізге көптеген дін өкілдері жиналып бас қосып, иә, Астана қаласының бейбітшілік сарайында қалыптасты. Жақсы, отырыңыз. Келесі тапсырма. Бұл жаңа топтық жұмыс болып табылады. Мұнда талдау сұрағы. Қазақстан халқы ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау мақсатпен Қазақстан қоғамына дін қалай әсер етті? Қазір Қазақстанда қоғамымызда дін қалайша әсер етіп жатыр? Бірінші кіріспе бөлім болады. Және негізгі бөлімде 2-3 аргумент келтіреміз. Енді қорытынды жасап өз ойын білдіру болып табылады. Енді қазіргі кезде Қазақстан қоғамына дін қалай әсер етіп жатқанына эссе ретінде жазып шығасыздар. Түсінікті, иә?
сіздер Қазақстан Халқы Ассамблеясының еңбегін бағалайсыздар. Қаншалықты ішкі тұрақтылықты нығайтуды, оның мақсатын бағалау мақсатын жазамыз.
1 минут қалды. Аяқтай жасаймыз. Болды ма? Жақсы, екінші топқа жаза айтқанша, бірінші топ кім бастайды? Сен және мен де теміршылыздар ғой. Бірінші, дискетер бойынша бізде кіріспе осы туралы өз ойларын бастайсыз. Қазіргі уақытта көптеген дінаралық келіспеушіліктер, жанжалдар көбінесе болып келе жатыр. Осыған қарамастан елді алға сүйреу және де елдің тәуелсіздігін алғаннан кейін әртүрлі діни бағыттарды зайырлы мемлекет болып саналды. Тәуелсіздікті алғаннан кезінен бері Қазақстан Республикасының қол жеткізген маңызды жетістіктерінің бірі этносауалдық және конфессияаралық келісім үлгісін қалыптастыру болды. Оған 130-дан астам ұлт өкілдері мекендеген мемлекет жағдайына бұл бүкіл Қазақстан қоғамының айтулы жетістігі. Жақсы, кім менің сізде қандай аргументтеріңіз бар осы? Екінші аргументтер. Қазақстан Республикасының қол жеткізген маңызды жетістіктерінің бірі этносаралық және конфессияаралық келісім үлгісін қалыптастыру болды. Оған тоқтыра кетсем болды. 2009 жылы бізде буддизм дінін 15 мыңнан артық адам ұстанады, ал индуизм дінін 5 мыңнан артық адам ұстанады, ал қазіргі кезде христиан дінін 5 миллионға жуық адам ұстанады. Оны біз Қазақстан кезет стратегия 50 сайтында көре аласыздар. Жақсы, әлгі Қазақстан қоғам дінін қалай жасайды? Біздің қоғамымызға осы ассамблеяның пайдасы болды ма? Ассамблеяның пайдасы болды. Бізде ол Қазақстан Халқы Ассамблеясы этносауалдық және конфессияаралық келісім саласында стратегиялық бағдарламаларды жүзеге асырып отырған ерекше ұйым. Жақсы, қорытынды жасап кетсеңіздер. Қорытынды жасап кетсек, бұл бізде заңдарда көрсетілгендей, егер дін заңды қайшы келмесе, оған мемлекет араласпайды ол дінге. Жақсы, өз ойыңызбен тағы өз ойыңызбен. Қазіргі кезде қазақ қоғамында дін рөлі қандай болды? Діннен артында бейбітшілік орнады ма? Қазіргі кезде көптеген діндерде жанжалдар көбінесе көбейіп жатыр. Соған қарамастан бізде съездерді осы үшін бүкіл адам жинайды, бүкіл съездерден. Әр жақтан әртүрлі діннен әр адам жинап басшыларын. Сол арқылы бейбітшілікке келуді ұсынады. Сіздер Қазіргі таңда дін мәселесі көп қарастырылып жатыр. Тәуелсіздік алған кезеңнен бері Қазақстан Республикасының қол жеткізген маңызды жетістігінің бірі этносаралық және
конфессияаралық келісімі сүрісін қалыптастыру болды. 130-дан астам ұлт өкілдері мемлекет жағдайында бұл бүкіл Қазақстан қоғамның ауқымы жетістігі. Қазақстан халқы ассамблеясы біртұтас мемлекеттік стратегия аясында және қоғамдық бастама негізінде өзара түсінікті қалыптастыру бағытында түрлі жолдардан өтті. Бүгінгі таңда Қазақстанның халқы ассамблеясы қоғамдық және мемлекеттік құрылымдарды бейбітшілік пен келісім, тәуелсіздік пен ұлттық бірлік идеясы болды. Қорытындылай келсек, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстандағы конфессиялар арасында жүргізіп отырған саясатының жемісі болды. Жемісі болды, иә. Және қазіргі кезде қоғамымызда діндер арасында соғыс бар ма? Келіспеушіліктер бар ма мысалы? Арасында келіспеушіліктер көбінесе болмайды. Жоқ, азайып келді. Өйткені жаңағы мемлекетімізде ұлттық өкілдер көп болғаннан кейін осы ассамблеяның арқасында діндер арасында бейбітшілікті, тұрақтылықты сақтап жатыр, ішкі тұрақтылықты. Жақсы, отыра беріңіздер. Жақсы, сұрағымызды жаңағы сұрақ жауаппен аяқтайық. Бірінші сұрақ сіздерге қойдық. Дін саласы бойынша мемлекеттің негізгі саясаты. Жақсы, кім болса жауап берді? Қазақстан Республикасының діни қызмет және тұтас бірлестіктер туралы заңына сәйкес діни бірлестіктердің әрекеті Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмесе, мемлекет олардың жұмысына араласпайды. Жақсы, қалдай, дұрыс. Келесі, сіздерге сұрақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2003 жылы Астанада қандай съезд өткізді? Жақсы, жауап беріңіз. Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшысының съезін өткізді. Бірінші съезін өткізген болады, иә? Қай қалада еді? Астанада бейбітшілік сарайында өткен болады. Келесі сіздерге сұрақ. Қазақстанда дін ұстанушылардың басым бөлігі кімдер? Ислам діні. Ислам Сосын христиан. Христиан бөлігі, енді мұсылмандар мен христиан дінін ұстанушылар осы біздің елімізде ең көп бөлік болады. Жақсы, сіздерге сұрақ. Зайырлылық дегеніміз не? Жақсы. Құқықтық қағидаттарын басқару. Құқықтық қағидаттарын басқару, иә, діннің мемлекетке араласпау болып табылады. Жақсы, отырыңыз. Үй жұмысын жазып алыңыздар. Үй жұмысы діннің екі денесі бар, рухани және әлеуметтік. Қазақстан діннің жағымды және жағымсыз жақтарын белгілеңіз. Осы үй жұмысын жазып алыңыздар. Рухани білеміз, адамның рухани саласын дамыту бізге жаңағы өлең жырлар, кітап оқу арқылы, концерттер бар арқылы біз жаңа рухани денімізді дамытамыз. Соған байланысты дінде біз аяттар бар, өсиеттер жаңағы тыңдау арқылы біз өзіміздің рухани дамытамыз. Әлеуметтік ол халыққа байланысты, қоғамға байланысты.
Жақсы, онда сұрағыңызды аяқтап, жаңағы үштік съезде жаңағы кері байланыс жасайық. Міне смайттар көріп тұрғандар, ең бірінші смайт бізде бүгін сағат тамаша тақырып мазмұнын түсіндік, өзіндік пікірін бар дегенге білдірді. Екінші смайтте жаңағы бізде жарайсың, меңгерген білімдер бойынша бойыңды жеткізе аласың. Жеткізе алдың ба, аласың ба? Екінші смайтте, үшінші смайтте бізде жақсы тақырып бойынша түсінікті бар. Әлде болса жаңағы еңбектену керек. Өз бүгінгі тақырып бойынша кері байланыс жасасаңыздар. Тақтаған жерде түсінікті. Әр оқушымыз келіп жасады. Жақсы, тақырыпты барлығымыз түсінген болды, түсіндіңіз көбісі. Яғни бүгінгі тақырыпты жаңағы зайырлық, яғни біздің мемлекетіміз зайырлы болып табылады. Қалай ойлайсыз, осы зайырлы таңдауымыз дұрыс болды ма? Не себепті? Себебі бізде осының арқасында көптеген мемлекеттерде діннің бір-бірін келіспеушілік жанжалдастығы жойылып жатыр. Яғни діни еркіндік мемлекетшілігіне қалыпсыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, және дәуіткерей біздің сабақты қорытындылап кетті. Зайырлы мемлекет туралы. Енді сіздерге сұрақ. Осы Қазақстан Халық Ассамблеясы елшісі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жасаған еді. Қай жылы жасаған еді, естеріңізге түсірейікші, және бұл тарихта қандай маңызы болды бұл? Кім айта алады бұл туралы? Жас айтыңыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2003 жылы Астанада бүкіл әлемдік және дін көшбасшыларының бірінші съезі болды. Және ол тарихта тұңғыш алғаш рет әлемдік дін көшбасшыларын жинады. Дін өкілдерін жинады. Жинаған болады, иә? Жақсы, сосын тағы не болса аласыз? Қай қалада өтілді? Астана қаласында. Астана қаласы. Жақсы. Және де бұл жерде бүкіл бейбітшілік адамдар жиналған кезде ол жерде ортақ құжатты да қабылдады. Ортақ құжат қабылдады, иә? Тағы қыздар, сіздердің құжаттарыңыз бар ма? Дарина, сіздің не құжатыңыз бар ма? Айтайын, бүгінгі сағат бойынша не айта аласыз? әлемдік және дәстүрлер съезінің өркениет туралы өттік. Және заңдылық туралы. Жақсы, отырыңыз. Жақсы, бүгінгі оқушылар сіздерге жаңа көптен көп рахмет. Жаңағы сағатта өте белсенді болып қатысып жатырсыздар. Жаңағы топтық жұмыс енді жақсы орындарыңыздар, топтық жұмыстар, иә? Оның ішінде біздің нені назар аударып келсе, ол жаңағы Қазақстан Халық Ассамблеясының Қазақстан өміріне әкелген өзгерістеріне. Оның ішінде жаңағы зайырлы мемлекет, дін бостандығы, діни сенім бостандығы, яғни әрбір адам қандай дінді жасаса болады. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақтарға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.